Bala. Bir kuni bir avrуханада bir bala dunyoga keldi. Onun aka-sheshasi onun dunyoga kelganini dunyoga kelgan xonada. Shundan keyin kidi ayog'i ulkan сияқты bo'ladi. Al kidi o'z xapniga keladi. Qalay ekan ko'rdik. Mine kidi oslay. So'dan keyin bir kun o'tgan so'ng осылай тұрады ойлайтыныңыздарма? Жоқ. Бұлай тұрады. Өзінің кепінде. Bir күні ол солай жалғаса берді. Бірақ анасы оған қарап күнде бір күн өткен соң қайтадан кетеді. Бұл жолы кішкене үлкенірек, қолдары үлкенірек болады. Содан кейін анасы ұйықтап жатқан кезде содан соң оның әкесі мен анасы ұйықтап жатқан кезде анасын түртіп оятады. Анашым, менің қарным бар. Тұрды. Және есіктің тарсылдаған дауыстары шықты. Анасы менің періштем келді дегендей болды. Және ол сөйтсе әкесі екен. Және де сол кезде бала жоқ болып кетіп өз орнында тұрды. Оны анасы әкесіне айтуға тырысты, бірақ айта алмады. Ол баладан тезірек құтылу керек деген ой болды. Және бір күн ұйықтап алайын, сосын келесі күні құтылармын деді. Бірақ сол түні әкесі ұйықтағаннан кейін ол бала қорқынышты болды. Ол бала тұрып, анашым, сіз айтпақшы қай жерде жұмыс істейсіз? Деді қорқынышты түрімен. Менің қарным ашып, сіз маған қашан тамақ бересіз?